Әдеттегідей қысқада нұсқа жауынгерлерді таныстырып өтейін. Бірінші көк бұрыштағы жауынгер, оның салмағы 70 келі, бойы 168 сантиметр. Оның жеке рекорды 8 жеңіс, 3 тең бітіріп, біреуінде жеңістің әші дәмін татқан. Оның жасы 22-де AFC Қырғызстанның чемпионы, Алатауының барысы Еділ Есенғұлов. Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, октагонның қызыл бұрышындағы жауынгерді қошаметпен қарсы алыңыздар. Оның бойы 170 сантиметр, салмағы 70 келі. Оның жеке рекорды 16 жеңіс, 7 кездесуде жеңілістің әші дәмін татқан грек-рим күресінен спорт шебері, Алаш Прайд лигасының чемпионы, аты аңызға айналған жауынгер Ермек Тылауов, Қазақстан. Рефери Төлеген Адыкенов. Правила боя знаем, не нарушаем. Слушай меня внимательно. После команды «Стоп» все действия прекращены. Пожали руки. Удачи. По углам. Соңғы жылдары жолы болмай жүрген Ермек Асат Тылауов дәл қазір жеңіс жолына оралуға тырысатын болады. Ал қарсыласы осал емес, қалың жұртқа танымал болмаса да өте жас талантты проспекттердің бірі болып есептеледі өз елінде. Сондықтан бұл спортта жиі кездесетін классикалық текетірестеуге болатын шығар. Тәжірибе ме әлде жастық па деген сұрақ туындайды бұл жерде. Әрине, бұл Ермекке қарсыласы әрине оңайға шықпайды деп ойлаймын. Өте мықты, өте тәжірибелі спортшы. Қырғызстанда аты шыққан өзім. Осының екеуінің бойы маған өзіме шыны керек интересный ойын, қызық. Әзірше бірде-бір соққы жасалған жоқ. Бір-бірлерінің мүмкіншіліктерін бағаламақшы. Дәл осындай ұзын соққылардан бастап отыр Ермек. Калфкик өте төмен жасалған аяққа соққымен жауап қайтарып үлгерді Еділ. Еділ үшін бүгін егер жеңіске жетіп жатса, сондай бір үлкен жетістік болады кәсіби мансапта. Өте жас спортшы үшін әрине бұндай спортшыдан айласын асырып кету бұл үлкен жетістік. Тайкик, бірақ қорғанысқа тиді бұл жерде. Ермектің нағыз күрестің, партердегі күрестің қас шебер екенін білемін. Сондықтан қазір Еділді құлатудың амалын іздестіріп жүр, жақындаудың амалын іздестіріп жүр. Ал Еділ бұны түсініп отыр әрине. Әрдайым қарсыласын арақашықтықта ұстамақшы. Өте жақсы. Аяқтан ұстады қазір Есенғұлов. Соңына дейін жеткізе алады ма тейкдаунды? Мойынды қысып алған жоқ әлі толықтай. Аралас жекпе-жекке грек-рим күресінен келген Ермекті әрине оңайшылықпен құлата алмайсың. Міне енді кетті ме тейкдаун деген кезде Ермек қорғанып шығалды. Бірақ қауіп селген жоқ әлі. Есенғұлов өзінің шабуылын жалғастырып отыр, бірақ біртіндеп байқасаңыз, міне Ермек қарсыласының мойнын қысып алды. Міне екінші қолымен қысып үлгерді. Қазір біртіндеп қылқындыру әдісін дайындап жатыр. Және бұл әдіс атыраулықтарға жағып тұрған сияқты. Бірден қолдауларын көрсетті, бірақ өкінішке орай жасай алмады. Дегеніне жетті Еділ Есенғұлов. Тейкдаунды толықтай жасай алмаса да, өте ыңғайлы позиция таба алды. Ыңғайлы деуге келмес, бірақ ұтымды позиция. Соққы жаудыруға мүмкіншілік іздейтін болады қазір. Міне демен соққы жасамау үшін қазір қолын жерге тигізіп қойды бірден. Ермек бауырымыз жақсы контроль жақсы ұстап тұр. Қай әдісте де. Өте жақсы, бірақ
құлатты, тейкдаун жасады, бірақ өзінің мақсатына жете алмады. Дәл осы тейкдаунның жерде ұстап қала алмады. Бірақ міне тіземен соққы жаудырып отыр, ал бұндай соққылардың қазір бірнешесін өткізіп алса, қазір жағдайы қиындай түсуі мүмкін біздің спортшымыздың. Әзірше Еділ Есенқұлов барлығын дұрыс істеп отыр. Бұл спортшының мақсаты менің түсінуімше барынша қарсыласын шаршату. Физикалық тұрғыда басымдық бар екенін байқадық. Дене бітімі де Ермекке қарағанда әлдеқайда мығым. Сондықтан дәл осы басымдықты барынша пайдалануға тырысатын болады. Ермек, білеміз, біз жартылай жеңіл салмақта өнер көрсететін спортшы, бірақ бұл жолы жеңіл салмақта, яғни 70 келі салмақта өнер көрсетіп жүр. Өзінің салмағы емес. Бұны түсініп отырмыз, мойынды алды қысып, өте жақсы, Гильотина. Ұстау керек аяқпен, жоқ. Өкінішке орай аяқпен қысып ұстай алмады, бірақ қайталауға мүмкіншілік бар. Дәл осындай әдістерді Ермек Клауф өте жақсы орындай алатынын білеміз. Кетті қылқындыру әдісі бұл жерде. Еділ Есенқұлов қазір барын салады, басын шығарып алуға. Қылқынып жатқанын көріп тұрмыз. Ай, қап. Өте қауіпті сәт болды. Өте жақсы, біртіндеп тағы келесі әдіске көшіп отыр. Ермек, бірақ уақыт жетпейді ау. Жоқ. Уақытты маз, әрине Ермекте бұны түсініп отырған сияқты. Әзірше әдіс жасауға асығар емес. Сәл басымдық қырғыз спортшысының қолында болған сияқты болып көрінді бізге. Ал құрметті көрермен, дәл осы турнирдің трансляциясын сіздер тек қана YouTube желісінен емес, қазақстандық Caspian News және Сетанда Қазақстан теле арналарынан тікелей эфирде көре аласыздар. Итак, второй раунд этого поединка. Ермек Клауф против Эделя Есенқулова из Кыргызстана. Свой последний поединок Ермек Клауф провел на турнире ACA 105. Это было в 2020 году. Потерпел поражение от Алихана Сулейманова. Что же касается его соперника, бойца из Кыргызстана, Эдель Есенқулов, его рекорд 8 побед и 3 поражения. Свой последний поединок он провел в 2021 году. Идет вперед сейчас Ермек Клауф. Была у него весьма отличная возможность закончить бой досрочно удушающим приемом. Но, к сожалению, не получилось этого сделать. Эдель Есенқулов смог все-таки выйти из гильотины. Джеб в исполнении Ермека. Напомню, что 36 лет Ермеку Клауфу. Весьма опытный боец, профессионал. Был одним из пионеров казахстанского ММА. В клинче находятся бойцы сейчас. И выходит из клинча Ермек Клауф. Базовый боевой самбист Эдель Есенқулов. Провел свой дебютный поединок в профессионалах в 2018 году. Пытался сейчас правым апперкотом достать своего соперника. Ермек Клауф. Попытка прохода в одну ногу. Здорово. Сейчас защищается от тейкдауна, от перевода. Ермек. Джеб. Достает до цели. Еще один джеб.
22 года Эделю Сингулову. Опыт против молодости можно назвать этот поединок. Работает вторым номером сейчас кыргызстанец. Очень здорово, конечно же. Наносит джеб. Тлауов, хай-кик, но в защиту. Снова попытка проведения тейкдауна от бойца из Кыргызстана. Прижимает сетки октагона сейчас. И снова попытка проведения удушающего приема от Ермека Тлаува. Удастся ли на этот раз провести этот удушающий прием? Шея в захвате остается у Есенгулова. Мощный захват сейчас от Ермека Тлаува. Сможет ли выйти? Сможет ли удосрочить своего соперника Ермек? Нет, все-таки вырывается из захвата Эдель Есенгулов и занимает позицию бэкмаунта и сам пытается провести удушающий прием со спины. Ущемление подбородка прямо сейчас происходит. Весьма серьезный захват сейчас у Эделя Есенгулова. Нужно выходить из этого захвата Ермеку. 2 минуты до окончания второго раунда. Сдается Ермек Тлаов. Эдель Есенгулов одерживает